Айдропроцесс биотехнологиясы қазірдің өзінде өз жемісін беруде. 3 айдан бері Шымкенттің кәріз тазарту құрылысы кешенінде Қазақстан үшін сарқынды суларды тазарту жөніндегі жаңа технологияларға тәжірибелік өндірістік сынақтар жүргізуде. Оның принципі арнайы өсірілген бактериялар артық тұнбамен жағымсыз иісті жояды. Мен ешқандай иіс сезбеймін. Мен бұл технологиямен айналысқаным үшін емес, оны өз елінде экология саясатын қалыптастыратын ресейлік әріптестерім растай алады. Мамандар бірнеше ағынды суларды тазарту қондырғысын көрді. Сондықтан біз күкірт сутектің келтіру бойынша жақсы көрсеткіштерге қол жеткіздік және артық тұнбалардың төмендеуін 80%-дан асырды. Жеткізуші компаниялармен келіссөздер 2023 жылы басталды. 2024 жылдың қаңтарында тәжірибелік өнеркәсіптік сынақтар процесі басталды. Шетелдік консорциумның биотехнолог өнімдерін ұсынатын жеткізуші қажетті қолдау көрсетті. Біз бұл микроорганизмдер метантенк және аэротенкте жұмыс істейтін микроорганизмдерге қалай әсер ететініне қатты алаңдадық. Өйткені біз мұны бірінші рет жасап жатырмыз және түсіну маңызды. Бұл ағынды суларды тазарту процесін бұзады ма? Осы технологияны қолдану барысында бізде сұрақтар туындайды. Осы мәселелерді біз қамтамасыз етуші мекемеге қоямыз және олар бізді дұрыс бағытқа бағыттайды. Мамыр-маусым айларында тәжірибелік өнеркәсіптік сынақтар аяқталады. Содан кейін алғашқы тұжырымдар жасай аламыз. Бірақ жағымсыз иіс пен жауын шашыннан біз қазірдің өзінде нақты нәтижені көріп отырмыз. Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ағынды суларды тазарту процесіне биотехнологияны белсенді енгізетін Қазақстандағы алғашқы кәсіпорын. Біздің тәжірибемізге Ресей Федерациясының эколог мамандары қызығушылық танытты. Біз кешеннің орталық бөлігінде кіреберсе тұрмыз. Барлығы ашық жерде. Өйткені арналар жабық емес және иіс жоқ. Сіз өзіңізді дәл тазарту қондырғысында тұрғаныңызды сезінбейсіз. Айдропроцесс технологиясын қолдану бойынша компания өкілдері мен ресейлік әріптестер су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Анарбек Орманмен кездесуінде талқылады. Ол кәсіпорынның басты міндеті тазарту құрылғылары кешенінің айналасындағы экологиялық жағдайды жақсарту, жағымсыз иісті жою, халық үшін қолайлы орта құру екенін атап өтті.